Сәлем достар, сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақ бізде нәтиже болмаса не істеу керек деген. Жалпы бұл сабақ кімге арналған? Парақшаларыңызды жүргізіп жатсыздар, бірдеме салып жатсыздар, нәтиже болмай жатыр, кейде тастап кетесіз, қайтадан бастайсыз. Сол еще қаралым жинай алмай жатсыздар, соларға арналған. Бүгінгі сіздердің бір қателіктеріңізде бір қарап шығамыз. Бұл деген бір тегін консультация сіздерге сияқты болады. Сол себеппен ручка, тетрадь алдыңызда бар болып жатса, жазып отырыңыздар. Дәл осы қателіктер сізде болуы мүмкін. Және ол қателіктерді қалай шешеміз, сонда айтып түсіне кетемін. Мен ойлаймын, осы сабақты дұрыстап қарап болғаннан кейін, осы айтылған нәрселерді істеп жасап жерсеңіздер, уже дұрыс нәтиже болады сіздерде. Жалпы сабақ кімге арналған? Инстаграм парақшасын бұрыннан жүргізіп жүрген, бірақ нәтиже болмайды, нәтижеге шықпай жатыр, соларға арналған. Және де посттарды аз лайк жинайтындарға, посттарыңыз вообще лайк басылмайды. Сосын видеоларыңызда қаралым жинамай жатсыздар. Мүмкін сіз 100-200 қаралымнан шыға алмай жатсыз, немесе 1000-2000 қаралымнан шыға алмай жатсыздар. Соларға арналған. Және подписчик саны өспей жатыр. Бір орында тұрып қалдыңыз, көріп жатсыздар, адамдар видеолар салып жатыр, олардың подписчиктер саны өсіп жатыр, қаралым сандары көп, ал сізде ондай болмай жатыр. Сол себеппен осы жерде мен сіздерге дәл осы сабақтарда где-то бұл жерде 5-6 себептер бар. Осы себептермен сіздер қаралым мүмкін жинамай жатсыздар. Соны қарап кетеміз. Соны өзіңізге міндетті түрде жазып алыңыздар. Бұндай сабақты елдер сатады. Елдер сол жерде айтады, мен сіздерге тегін осылай жеткізейін деп жатырмын. Енді бір-бірден бастап кетейік. Қандай себептермен қаралым жинамай жатсыздар, немесе оқырман саны сіздерде өспей жатыр? Ең біріншісі, вообще мен байқадым, осы себептерді өзім жинап шықтым. Қаншама консультация өткізгенмін, қаншама адамдарды үйреткенмін. Адамдардың барлығында дәл осы основной себептер болады қаралым жинамай жатқан. Біріншісі, парақшаның мақсаты жоқ. Бұл деген бар ғой, бастапқыда. Вообще бұл сабақ сразу айта кетейін, ең бастайын деп жатқандарға арналған жоқ. Бастайын деп жатқандарға арналған сабақ дайын тұр. Мүмкін кім қазір жүргізіп жатыр, сол сабақтарды қарай салыңыз. Мүмкін сол жақтан да жаңа ақпарат аласыздар. Бірақ бұл жерде парақшаның мақсаты жоқ деген бар ғой. Кейде адамдар басында просто парақшаның мақсатсыз бір видеолар сала береді. Сосын кейде қаралым жинап кетеді, сосын жинамайды, сосын бір орында тұрып қалады, сосын каша контент болып кетеді, түсінбей жатады, не істеп жатырмын, не үшін істеп жатырмын деген. Әр түрлі контент саласыз сол себеппен. Мақсатты анықтау өте маңызды. Кімнің мәселесін шешіп жатсыз? Кімге бұл парақша арналған? Кімге сіз қызмет істеп отырсыздар? Соларға арнайы біз контент жасаймыз. Болды. Бұл жерде осылай. Мақсатты аудитория анықтағаннан, парақшаның мақсаты анықтағаннан, сол ең басында осы нәрсе сіздерде істелінбеген. Дұрыстап, парақшаңыз дұрыстап мақсатын анықтап алыңыз. Енді көбінесе эксперт болып жатсаңыз, сіздерде өте қарапайым мақсат болуы мүмкін. Мысалы, заңгер ретінде, заңгер ретінде адамдарға көмектесесіз. Кімдерге көмектесесіздер, анықтап алыңыз. Және де бізде мысалға тауар сатып жатсаңыз да, тоже о жақта өте оңай мақсатты анықтау. Тауарды кімге сатып жатсыз, қандай мақсатты аудиторияға анықтап алу. Соларға арнайы контент салатын боласыз. Мынандайлар болады, байқадым бар ғой. Кейде декрет, SMM, сосын ішінде мобилографпын, және де там еговпен жұмыс істейтін. Бәрін былықтар істайды, осындай. Ол жерде еще сетевой маркетинг ішінде жазылып тұрады. А еще кейде стоматолог ретінде жұмыс істеймін. Сол. Короче, әр түрлі нәрсе олай болмайды. Бір бағытта, бір жаңағы нишада, бір салада парақша жұмыс істеу керек. Әр түрлі болып жатса, адамдар да және Инстаграмның алгоритмі түсінбей жатады. Кімге көрсетуім керек? Бір күні сіз сосын кейде каша контент болған кезде адамдар ойлайды, мә, семьямның, баламның фотосын, видеосын салсам көп қаралым жинайды. А ол заңгер екен мысалға. Керек емес ол. Ол балаңыздың фотоңыздан, видеоңыз миллиондап қаралым жинап кетсе, адамдар не үшін сізге тіркеледі? Себебі олар сондай видеолар тағы да көргісі келеді. Ал сіз сосын заңгер ретінде сол заң бойынша бір пайдалы ақпараттар беріп жатсыздар. Сөйтіп бұзасыздар. Сол себеппен мақсатыңызды дұрыстап анықтап алыңыз. Сол мақсатына қарай біз контент салатын боламыз. Бұл біріншісі. Екіншісі, тұрақтылық жоқ. Деген енді қаншалықтан кезде даже рилста видео салғанмын, что сізде тұрақтылық жоқ, кейде бастайсыз, тастап кетесіз. Бастайсыз да тастап кетесіз. Қайтадан бастайсыз, сосын тастап кетесіз. Оны Инстаграм, ТикТок оны страшно ұнатпайды. Ең ұнатпайтын нәрсе сол. Мен мысалы кейде контент өзінің парақшамнан где-то бір аптаға, екі аптаға жоқ болып кетсең, все.
бітті. Сразу охваттар құлай бастайды. Тұрақтылық өте маңызды. Тұрақтылық маңыздылығын жеткізейін, сосын айтамын қандай решение бізде болады. Вообще, тұрақты жүргізбесек, алгоритмнен бастайық. Алгоритм бізде үйрену керек. Алгоритмде сізді түсіну керек. Мынау парақшасында тұрақты түрде салып жатыр, видеоларын салып жатыр. Все, онда шанс берейік, бұған қаралым санында видеоларында рекомендацияға нормально шығара берейік. А сіз бір айда кішкене жүргіздіңіз, міне шабыт келді, ой кішкене жүргізем, нетем бүйтем. Итте сосын бірақта қаралым санын көрмей, бір видео, жарайды, 3 видео салады да, сосын қаралым санын көрмей, сосын болды, все, оказывается, менікі емес, жарайды. Сосын бір айдан кейін тағы да оған айтады бір, жүргізбейсің бе, нетпейсің бе, ол қайтадан бастайды, жарайды дейді, шабыт алады да, сосын қайтадан сөйтіп нетіп кетеді. Сөйтіп, ешқандай нәтиже ол жақтан болмайды. Сол себептердің бірі сіз қаралым жинамай жатсыздар. Бұл жерде не болу керек? Сізде алдын ала құрылған жоспар болу керек. Жоспар, кәдімгідей. Бір айға жоспар құрасыз, қай күні қандайды контент жасайсыздар. Хотя бы аптасына сапалы 3-4 видео салып отырсаңыздар, ол жеткілікті. Неге сапалы деймін? Сапалы деген неге сразу айта кетейін. Сапалы деген это не значит, что камераға түсірілген. Сапалы деген дұрыстап тақырып таңдалған, бір назар аудартылған, субтитр қойып, бір ойды жеткіздіңіз. Ана жерде бір құнды ақпаратты. Сол сапалы болып саналады. 3-4 жетеді аптасына салып тұрсаңыз. Енді мына жерде 3-4 деген Елдос мырза айтты, значит 3-4 салу керек. Жоқ, мүмкіндік бар жатса, күнде бір сапалы видео салып жатсаңыз, вообще күшті болады. То есть шанс көбірек болады, тезірек парақшаңызды дамыту және ол жақта күшті тәжірибе жинайсыздар. Жоспар, значит, жоспар болу керек. И енді мен байқаймын, кейде адамдар бар ғой, тұрақты ретінде жүргізбейді, себебі идея бітіп қалады дейді. Идея, білмеймін, қалай осы біз қазір 2015 жылы, 16 жылы өмір сүріп жатқан жоқпыз. Идеяларды біз білмейміз, новатор болып бірдеме жаңадан шығаруымыз керек. Қазіргі кезде өзіңіздің салаңыздағы TikTok-тан жазыңызшы, стоматология жазыңыз, идеялар шыға келеді. Соларды сала беріңіздер. Қарапайым, TikTok-тан, Instagram-нан, басқа парақшалар ала беріңіздер. Сосын тағы бір лайфхак. Осында міндетті түрде жазып алыңыздар. Біз кейде айтылған нәрсені бір мысалға заңгер ретінде сіз шығып отырсыз, бір рет айттыңыз, осы ажырасқан кезде біз қандай құжаттарды дайындау керекпіз, не нәрсе, қалай жаңағы дүниелеріңіз бөлінеді, қалай бөлінеді, сол туралы бір күшті ақпарат бердік. Жарайды, қаралым кішкене жинады ма, жинаған жоқпыз ба? Бірақ дәл сол туралы сіз келесі айда да тағы бір рет айта аласыз. Ол қандай емес? Бір рет айттым, все, бітті, жабылды, оның барлығы білет, значит мен айтып біттім. Жоқ, ондай емес. Мен бір рет өзімнің видеомда не видео салынған бар ғой, TikTok-та дауысты өзгерту туралы. Білесіңдер шығарсыздар, TikTok-та функция бар. Өзіміз түсіргеннен кейін дауысты өзгертуге болады. Сол туралы мен 6 рет видеомды салдым. Бір рет 4,5 миллион қаралым жинады, бір рет 1,5 миллион қаралым жинады, бір рет 500 мың қаралым жинады, бір рет 6 миллион қаралым жинады. Солай бір тема атып жатса, соны сала беріңіз. И бір тема ойлайсыз, мына көпшіліктің бір мәселесі, сонда сала беріңіз. Это не значит, что күнде саламыз. Солай біз жоспарлаған кезде ұмытпаңыздар. Мына идеяны келесі айда да тағы рет айтуға болады. Сонымен идеялар сізде бітпейді. Сол жоспармен етеміз. Жоспар құру өте маңызды. Тұрақты жүргізу үшін. Сосын тағы бір момент бар ғой. Тоқтамайсың бар ғой айтқан кезде. Мүмкін сіз деген сезбей және түсінбей отырсыз, парақшаны не үшін жүргізіп жатырмын деген. Ол да бар ғой. Ол да нәрсе бар. Кейде адам мақсатсыз бірдеме жүргізіп нетіп көрейін, бірдеме шығатын шығар деген сияқты, ол настрой емес. Попробуй жүргізіп көрейін деген сияқты. Ондай нәрсемен попробуй дегенмен қаралым жинап кетсеңіз, хотя бы сондай кезде бір шабыт келіп, ары қарай жалғастырасыз. Ал сіз енді дұрыс назар аудартпай, дұрыс тақырыпты таңдамай жүргізіп, енді былай шындықтайды, быт-шыт бір рилстар салып жатсаңыз, қаралым жинамай, точно тастап кетесіз. Себебі сізде басында настрой жаңағы сияқты болғаннан салып көрейін деген сияқты. Елестетіп көріңіз. Елестетіңізші, 10 мың оқырман жинадыңыз, көп адамдар сізге жазып жатыр, видеода қаралым жинап, сізді эксперт ретінде, адамдар танымал ретінде, мынау білем, Айгүл ғой, мынау осы туралы айтатын, білем мен оны деген сияқты, сондай нәрсені елестетіңіздерші. Қаншама табысыңыз сізде арттырады, клиенттеріңіз көбірек келетін болады, сол нәрсені көп оқырман болады. Сол момент үшін жасаңыз келсе, онда жасайсыз. Себебі сол себеппен де кейде тұрақтылық болмай қалады, даже жоспарды құрған кезде де. Соны елестетіңіз дұрыстап, мақсатты дұрыстап қою керек. Мақсатты дұрыстап қойғаннан кейін сол
жаңа әрекет жасап уже жасаймыз. Ары қарай уже әрекет. Енді қарапайым нәрсе. Жасамасаңыз болмайды. Результат ештеңке болмайды. Жасасаңыз болады деген нәрсе. Неизбежно. Жасасаңыз болады. Так, келесі. Ол таңдаған тақырыпты ішкі контент көпшілікке қызықсыз сондай контент жасау. Вот ішкі контент пен сыртқы контент туралы қаншама мен сабақтарды айттым, тегін сабақтарды да бердім, өзім парақшамда айттым. Кейде адамдар бар ғой, тақырып таңдаған кезде, вот жарайды, сіздер салып жатсыздар. Вот соған ең алдымен қуанайықшы. Вот сіздер андай бастайын деп жатқандардың қасында, вот сіздер уже жеңіп кеттіңіздер. Бастап бірдеме салып жатсыздар. Сол жағынан молодцы. Сол жағынан молодцы. Себебі бастап кету деген ең қиын қадам болады. Бар ғой адамдарға. Сіз бастап бірдеме салып жатсыздар. Бірақ бірдеме салып жатқанымен де бұл жерде не туралы контент салып жатсыздар? Ол да маңызды да. Просто так бір алып, любой тақырыпты ала салып, ол көпшілікке қызықты болмаса, ол көп қаралым жинамайды. Мен қазір қысқаша сіздерге түсіндіре кетейін. Вот ішкі және сыртқы контент деген нәрсе болады. Мысалы, мен вот опять заңгерді ала берейікші. Заңгерді алайық. Өзімде айта кетемін, өзім енді коуч, жасамай маман ретінде парақшаны жүргізіп жатырмын ғой. Сол жерде де бір мысалдар беремін, сонымен түсіне кетесіз. Мысалы, заңгерді алсақ. Заңгер ішкі контент десек, ол айтады. Компанияңызды банкрот болып жатсаңыз, сол кезде қандай құжаттар дайындау керек? Әрбір адамда компания жоқ. Жоқ. Әрбір ада компания жоқ. Сол себеппен бұл ішкі контент болады, бұл кішкентай аудиторияға арналған. Қарапайым нәрсе. Ал біз заңгер ретінде айтып жатсақ, мысалы, машинаңызды парковкаға қойған кезде, штраф келіп тұрған кезде, төлем жасау сразу асықпаңыз. Сіз ол төлемді мүмкін жасамауыңыз керек. Ол жерде сіз доказать ете аласыз сіздің жаңағы құқықты бұзбағаныңызды. Әрбір адамның машинесі бар, көпшіліктің дейікші, көпшіліктің машинесі бар. Штраф келеді, Сол көп адамдардың мәселесін біз мына жақта ашып шешіп отырмыз. Значит, көп адамдарға арналған. Значит, көп қаралым жинауға шансы бар тақырып бұл. Тағы біреу, ажырасу туралы да айтсаңыз да. Ажырасқан кезде қалай там үй бөлінеді, көлік бөлінеді. Қалай бөлінеді? Сол туралы айтып жатсақ, өкінішке орай Қазақстанда сондай үлкен проблема бар бізде. Солда қызықты болады контент көпшілікке. Өзімнің саламда, мен өзім саламда. Мысалы, мен айтып жатсам, гүл сататын парақшаны қалай жүргізу керек, Ол деген кімге арналған? Ол кішкентай аудитория. То есть, именно тек гүл сататын парақшаларға. Әрбір менің видеом рекомендация шыққан кезде сразу гүл сататындарға көрсете бермейді. Әртүрлі аудиторияға көрсетіледі. Ал мен сыртқы контент ретінде, мысалы, Инстаграмның жаңа функциясы шықты. Все, бәріне қызықты. Даже парақшасын жүргізіп жатқан жоқ па, оған да қызықты. Себебі ол Инстаграмның көріп отыр, ол көргісі келеді, қандай жаңа функциялар бар екенін. Вот. Сыртқы контент көпшіліктің мәселесін шешетін. Вот өзіңіздің салаңызда кішкене ойланып кетіңіздерші, қандай көпшілікті адамдарда қандай мәселе бар? Кез келген салада бар. Баланың киім сатып жатқандар да бар. Ол жақта материал туралы айтамыз. Еще назар аудартып айтсақ жақсы болар еді. Ол жақта айтамыз. Мысалға, сіздер білесіздер ме? Кейде адам, кішкентай балаңыз ауырып қалуы мүмкін тек сіз сатып алған киімнен депші. Ол қалай? Солай болады. Себебі оның материалы осындай болуы мүмкін. Осындай материал көбірек қосылса, оның ішінде мынандай состав болады, осындай болып жатса, онда ешқашан нетпеңіздер деп. Мысалы, тоже. Әрбір ата-ана, біздің ата-ана, бұл жерде аудиториямыз, сол туралы ойлайды, өзінің баланың денсаулық туралы кішкене айтса болды. Ана кезде біз шторы сататын бойынша видео жасағанбыз. Бұл жерде айттық, шторында материал қайында таңдаған кезде үйдің ішіндегі адамдардың денсаулығына да ол да әсер етеді екен. Представляете? Какой-то штор, іле саламыз. Вот сондай тақырыптар, осы тақырыптар бізде көбірек қаралым жинайды. Өзіңіздің салаңызда бірдеме салдыңыз ғой, соны енді қарап шығыңыздаршы. Сізде қандай ішкі контент, сыртқы контент салып жатсыз ба? Келесі, видеоның басында назар аудартпайсыздар. Бұл деген классика. Біріншісі ол жаңағы тақырыпты таңдау, екіншісі назар аудартпай жатсыздар. Байқаңыздар, өзіңіздің видеоларыңызды көріңіздерші. Достар, Инстаграмда адамдар отырған кезде олар өйстіп отырмайды. Өйстіп бір видео шықты. Так, мынау не туралы? Қазір көрейік. Не айтайын деп жатыр маған? Жоқ, олай көрмейді. Олар өйстіп не? Келесі видеоға өту үшін бір саусақпен ғана өйстесін. Все. Ана баяғыдағы сияқты
магнитофон аласың да, бір киноны қойып қоясың, енді көресің ғой, о, екінші киноны оқып жүрген магнитофонды шығарасың, кассетаны тағын. Жоқ, олай емес. Міне, келесі контентті көру үшін адам көріп отырған кезде сіздің көрерменіңіз, олар білет, что анадай клиповое мышление деп айтылады да, мынау. Ол білет, что келесіде мүмкін оған қызығырақ нәрсе шығады. Сол үшін міне. И осылай істеп отырған кезде сіздің видеоңызда ол ұстап қалуы керек ана жерде. Сол себеппен біз видеомыздың басында, натуралы, айта берейін, мүмкін сіз оны естіген жоқсыз да. Сол себеппен біз басында видеода айтпаймыз: саламатсыздар ма? Менің есімім Елдос болады. Мен қазір сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісейін деп жатырмын. Пофиг сен кімсіз? Кім екеніңізді вообще пофиг. Бірден шығамыз да, бірден мәселені бірақ айтамыз. И все. Инстаграмның 5 жаңа функциясы сақтап қой, мұның ішінде мықты функциялар шығып жатыр. Окей, сразу түсінікті, не туралы, не болайын, не маған жеткізейін деп жатыр. Түсінікті болу керек басында. Түсінікті және бір үлкен мәселеден басталсақшы. Жаңағы штор бойынша айтып жатсақ, біз айтпаймыз: достар, біз сіздерге бүгін бір ақпаратты ашайық. Осы денсаулық бойынша, оказывается, деп бастамаймыз. Жоқ, біз сразу бірден айтамыз: сіз штор ілгеннен, дәл сол штордан да сіздің үйіңізді денсаулықтан, балаларыңыздың сіздің денсаулықтарыңыз нашарлауы мүмкін деген сияқты. Сразу бастаймыз, сразу біз назар аудартып бастаймыз. Мен мысал ретінде мына жақта жаздым: сен әлі де осы қатені жасап жүрсің бе деген сияқты. Вот қарапайым. Қайда саландылық? Әлі де балаңа осындай киімді кигізіп қателік жасап жүрсің бе? Сразу адам көрген кезде: балама киім алам, қандай қателік жасап жүрмін, өзін тексергісі келіп кетеді. Бұл нәрсе өміріңді түбегейлі өзгертеді, полностью өзгертеді, мысалға тоже назар аудартатын үшін, бұған да бір саланы таңдап нету керек. Неге бұны маған ешкім айтпайды? Вот тоже осының барлығын тексеру үшін байқаңыздаршы, көп қаралым жинаған видеолар сізде шығады ғой, вообще істеп отырған кезде. Басқалар қалай сіздің назарыңызды аудартады? Сіздің назарыңызды аудартады ғой, сізде енді тұтынушы ретінде, просто пайдаланушы ретінде отырасыз ғой, енді бір нәрселерді көріп деген сияқты. Сол жерде қалай сіздің назарыңызды аудартады? Неге сіз тоқтап қалдыңыз да сол видеоны көріп жатырсыз? Особенно сіздің салаңыздағы видеоларды көрген кезде байқап соны көріңіздер. Назар аударту страшно маңызды нәрсе. Даже ең бастапқыда просто дұрыс назар аудартып та біз көп қаралым жинай аламыз бұл жерде. Сол. Келесі. Қызықсыз жеткізу. Көрермен жағылып кетеді. Байқаймын, кейде адамдар қызықсыз жеткізеді. Қызықсыз жеткізу деген енді мен енді қатты эмоциямды қосып, айтып жеткізем ақпаратты. Бұл жерде эмоциямен жеткізіп жатсақ та дұрыс, бірақ сізде эмоция жоқ болып жатса, ол ничего страшного, ол бар ғой, тәжірибемен келетін нәрсе. Менде ең алғашқы видеомды Инстаграмның ең астына менің парақшамда көрсеңіздер, видеода мен жақта отырмын. Неге сіздің Reels видеоңызда көп қаралым жинамайсыздар? Инстаграм сіздің өйстіп отырмын мен жерде. Мен сосын ашылдым. Сосын бірнеше видео енді. Оның где-то 20 видеодан кейін уже ашыла бастадым. Өйстіп. Ең алдымен осы нәрсені істеп жүрсеңіздер, ешқашан қателік осындай жасамаңыздар. Бұлай істесеңіздер, уже ашылып айтып отырамын. Сіз де солай істей аласыз негізі. Бірақ ұмытпаңыздар, ол алғашқы видеода сразу солай істеп кетпеңіздер. Солай істеп кетпейсіздер. Ол жарайды қойсыншы, жарайды. Олай эмоцияны алып тастайық. Кейде байқайсыздар, что бывает видео, что эмоциясыз да айтады, бірақ нақты керекті нәрсені қызықты қылып жеткізеді. Бір историясын айтып па. Сол қызықты ретіп жеткізу керек. Құрғақ ақпараттық орнына эмоция қосын, эмоция бар болып жатса қосамыз, болмай жатса просто қызықты қылып жеткіземіз. Әңгімеңді өзіңнің немесе басқа біреудің шағын оқиғасында баста. Бір оқиға ретінде де бастауға болады, кез келген бір тақырыпқа бар ғой. Вот, например, заңгер ретінде жаңағы не туралы опять айта береді дейді, жаңағы ажырасу туралы, біз айтып жүрсек, бір семья маған келген. Ажырасқан кезде білмеген, әйелі білмеген қалай жаңағы пәтері немесе көлігі бөлетін екен. Соларға осылай неткеннен кейін былай болды. Ол деген мынадан айырылып қалды деген нәрсені, қорқыныштарды қосып жібереміз сол жерде. То есть солай да қызықты ретінде жеткізуге болады. Жеңіл юмор қолданудан қорықпай. Юмор қолдансаңыз вообще күшті нәрсе. Себебі ұмытпаймыз, Инстаграм, ТикТок деген ол деген ең алдымен ойын сауық ретінде арналған платформалар. Бірақ бұл жерде енді бұл ереже емес, бұл специальное правило емес, все енді юмор қос деген нәрсе емес. Қоспасаңыз да болады. Қоспасаңыз да болады. И мысал ретінде мен де дәл сен сияқты мұны білмей талай рет қателестім. Бұл жерде
жеткізген кезде талай рет өзіңіздің бір тәжірибеңіз арқылы да айтып түсіндіріп жатсаңыз да жақсы. То есть қызықсыз жеткізіп жатсаңыз ана жақта бұл жерде адам шығып кетеді. Даже күшті адам басында әдемілеп назар аудартыңыз, міне все, назар аудартылды, адам міне не айтады екен деп отыр, ана жақта сіз былықтырып осылай осы себеппен былай не болды деген сияқты нәрселерді солай қызықты да түсіндіріп айтып жеткізу керек. Ол да нәрсе енді тәжірибемен келетін нәрсе. Сосын негізгі ойдың түсініксіздігі. Кейде адамдар бір ойын дұрыс жеткізе алмайды. Кейде адамдар бір какой-то тақырыпты мазмұнын алады да, мысалы ажырасу туралы айтқан кезде далаға ішінде сөйлеп кетеді, ар жағын қосып. Ажырасқан кезде пәтер туралы айтып кетеді. Сосын бар ғой, пәтерді бөлген кезде былай осыны ішінде нәрсені кетіп кетеді. Бізде бір тақырып бар ма, мазмұны бар ма, соны мен айтамын, жеткіземін. Ішінде тағы идеялар кейде шығып қалады, мына туралы айту керек, оны келесі видеода айтасың. Керек емес, бір видеода бәрін айтып тастауың керек деген нәрсе жоқ. Так что біз ойды жеткізген кезде жазып алыңыз. Жақсы көмектесетін нәрсе ол. Жазу. Не туралы айтайын деп жатырмын. Жазасыз, сосын оқисыз. Мынау керек па бізге, мынау бізге керек емес екен, так мынау артық, мынау көп болып кетті, аз болып кетті, тағы да қосайын етейін деген сияқты. Мәтінмен жұмыс істеу деген сияқты, лучше мәтін ретінде жазамыз. Сол бізге көмектеседі. Ойымызды дұрыс жеткізу. Әрқашан ойлап тұрыңыз. Мына Instagram менің рилсым адамдарға не жеткізейін деп тұр. Не осы рилстан түсінеді? Не себеппен бұл пайдалы болады? Қандай ақпарат алып отыр бұл жерден? Соны ешқашан ұмытпаңыз. Осы сұрақты өзіңіздің рилсыңызды құрастырған кезде қойып отырыңыздар. Так, бір видеода бір ғана негізгі ой болу керек. Шынымен де әртүрлі нәрселер бұл жерде жеткізбейміз, бір нәрсені жеткіземіз. Күрделі ақпаратты барынша жеңіл жеткізіңіз деген кімдер бар ғой? Медицинада жүрген адамдар көбінесе, технология бойынша жүрген адамдар кейде қиын жеткізеді адамдарға бар ғой. Қиын сөздерді медицинаның терминдерін қосып жібереді де, олай істемейміз. Қиын нәрселерді жеңіл түрде. Бас ауырып тұр ма, значит температура дегенде температура бас ауырып тұр деп айтыңыз. Керек емес ана терминдерді қосып. Сол да маңызды. Көрермен видеодан кейін не түсіну керек? Жаңа айтқандай, не түсінді, не жеткіземін осы видеода деп әрқашан ойлап отырыңыздар. Және достар, осы жалпы қателіктер, осы себептермен сіз видеоңызда қаралым мүмкін жинамай жатсыздар. Бірақ мен сіздерге тағы рет айта кетейін, сіздер молодцы, что бастадыңыз. Адамдар көбінесе бастай алмай жатады. Не түсірем, не жүрем, нетем, бүйтем деп уже артта сөйтіп қалып қалады. Ал сіз бастап кеттіңіз. Үлкен қадам жасадыңыз, үлкен қиын адамдар жасай алмай жатқан, олар деген қысылып қалған ана жерде туысқандар не ойлайды, анау не, досым не ойлайды, жарайды, все нормально, менің 180 мың теңге алып отырмын, жалпылатым, сол жарайды екен деген сияқты, сіз солай отырасыз деген одан жеңіп кеттіңіз, өтіп кеттіңіз. Все, алғашқы қадам жасадыңыздар ма? Молодцы. Бірақ енді осы айтылған жаңағы қателіктеріңізді дұрыстап жеріңізде де контентті дұрыстап жүргізе бастаңыздар. Достар, тоқтамай аз уақытта парақшаңды дамыту жолы, енді өзіңіз жалпы самоучка ретінде тәжірибе жинап, енді кішкене ұзақ жол болады. Кез келген жерде. Мен пианинода да, біз домбыра шертуде де біз өзімізде үйрене аламыз. YouTube'тан да қарап, сабақтар нете аламыз. Бірақ қасыңызда ұстаз болып тұрса, нақты, осыны істе, мынаны істеме, мынаны жасап жер, дұлын тексеріп отыратын болса, әрине біз тезірек дамимыз, ертерек дамимыз. Қазіргі кезде тезірек, ертерек даму өте маңызды нәрсе. Себебі конкуренттер де асып жатыр. Барлығы түсініп жатыр қазіргі кезде, что жүргізу керек. Эксперт ретінде дәрігер отырма, кім жүргізбей жатыр? Все, уже артта қалған ол. Немесе артта қалған, бірақ мүмкін ол соған қанағаттанып отыр. Все нормально, клиенттерім бар, деген сияқты. Оған көбірек ақша керек емес, мысалы, көбірек табыс керек емес оған. Ал сізге керек болып жатса, ертерек істеу керек. Қазір керемет кез болып жатыр, мен оны енді ана сабақта айтқанмын, бұл жерде де қосып жіберейін. Ана сабақта бастай алмай жатқандарда сабақ бар, если что, мен осы жерде қосып жіберейінші. Кім бастай алмай жатыр, соларға да арнайы сабақ бар. Вообще бірде видео салмағандарды. Менің сторисімде тұрған шығар, немесе рилста айтылған шығар, немесе осы YouTube арнамнан көріп отырсыз ғой, мына видеоны сол жерден де көріп жүріңіз. Екі сабақ қасында тұр, мына сабақ пен жаңа сабақ. Сондықтан бастап кету маңызды. Қазіргі кезде ертерек істесеңіз өте дұрыс болады, себебі сіздің конкуренттеріңіз ана жақта өсіп жатыр.
ертерек парақшаңызды дамытып тезірек өтіп кетсеңіз, сіз танымал болып кетесіз аналардан қарағанда. Сол себеппен менің қарапайым ұсынысым менімен бірге оқу. Менімен бірге оқу, мен сізді үйретіп жіберемін. Мен сізге осы моменттердің барлығын дұрыстап түсіндіріп айтып жіберемін. Қандай бізге көп қаралым жинайтын видео жасау керек, қандай жасамау керек, сатылым болу үшін не туралы саламыз, не туралы салмаймыз, барлығын түсіндіріп, стористарды қалай жүргіземіз, парақшаның оформлениесі, вообще рилста қалай, жаңағы назар аудартатын нәрселердің басында қалай істейміз, барлығын сіздің үй жұмыстарыңызды маған тексеріп, мен тексеріп отырамын ол жақта. Куратор деген жоқ, өзім тексеремін барлығын. Нәтижеге тезірек жеткізу үшін сізді. Солай істеймін, тезірек жасаймын, алғым келеді десеңіз, бастаңыз менімен бірге. Менің шәкірттерім сіздермен таныстыра кетейін. Мысалға Жұлдызай ханым 242 оқырманнан 180 оқырманға бірақ өткен міне мысалға. Сосын жаңағы Саяшайын Жансая ханым 16 оқырман болған, 0-ден бастаған парақшасын, қазіргі кезде 20 мың оқырманы бар. Ол деген өзі ағылшын бойынша несін үйретеді адамдарды. Римде, Италияда оқып жатыр. Өзінің сол табысына қарай. Молодец. Рауан ханым міне жақын арада келген, ол деген стилист ретінде бастаған парақшасын, 1000 оқырман болған, 43 мың оқырманы бірақ өтті. Рауан ханымды еще телевидение шақырған. Дәл осылай миллиондап қаралым жинағыңыз келсе, анандай супер камера не нәрсе керек. Кейде адамдар ойлайды бар ғой, ана видеоларды көріп алады, что студияда отырып, күшті камерамен түсірген, микрофонмен отырып естіп сөйлеу керек. Сонда қаралым жинайсың. Жоқ. Керек емес ол. Міне, мына жерде үйде түсірілген. Рауан ханым міне бәрін үйде түсірген нәрсе. Жұлдызай ханым 2 миллион, 4 миллион қаралым жинаған, тоже барлығы үйде түсірілген. Қарапайым, керемет бір камера, күшті телефон керек емес ол нәрселер. Ең маңызды тақырыпты таңдау, дұрыстап назар аударту, хотя бы басында бір субтитр кішкене қойып қою болды. Сол нәрсені істесеңіз қаралым жинауға болады. Сол нәрсені мен сізге спокойно үйрете аламын. Достар, курс бойынша ақпарат жақын арада бізде басылайын деп жатыр. Бұйырса онлайн практикум Reels Pro курсының біз деген 3 аптаның ішінде осының барлығын оқып, үй жұмыстарын маған жіберетін боласыз. Мен тексеремін, кері байланыс менімен болады, тексеріп айтып жіберемін сізге. Zoom кездесулер болады. Барлығын түсініп, қандай сұрақтарыңыз бар жатса жауабын айтып, дұрыс жүргізу бастайсыз, дұрыс жолмен бастайсыздар. Менің парақшамда сілтеме тұр, WhatsApp, мына жерде көрсеткендей. Instagram парақшама кіріп, соған басып жазып жіберіңіздер. Сізге толық ақпаратты сол жерде жазып айтып жіберемін. Назарларыңызға рахмет. Тағы бір рет айтайын, достар, қолыңыздан барлығы келеді. Жұрттар ана жақта парақшаларын жүргізіп, күштілеп істеп нетіп жатыр. Сізден ешқандай олар деген мықты емес, олар деген супермен, бэтмендер емес, ана жақта бір супер силасы жоқ. Қарапайым адамдар бұның барлығын істеп отыр. Просто дұрыс білімді алып, айтылған нәрселерді пайдалана бастасаңыз, керемет нәтиже болады. Бірақ сіздер бастап кеттіңіздер. Бекер бастаған жоқсыздар. Мен кейде ойлаймын бар ғой, кейде адам бастап кетті. Бір желание болды ғой, сол желаниені ұмытпаңыздаршы, сол есіңізге келтіріңіздерші қайтадан, не үшін мен бастадым сол кезде деп. Армандарыңыз болды ғой, мақсаттарыңыз болды ғой, жете аласыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Осындай тегін сабақ болды. Достар, өтініш, осы моментке дейін жетсеңіздер мына сабаққа YouTube-тың комментарийіне жазып жіберіңіздерші, сабақты көрдім деп. Бір өзіңіздің сезіміңізбен бөлісе кетіңізші осы алған ақпараттар. Мен солдан шабыт аламын. Сіздер жазған кезде просто, ой, рахмет Елдос мырза деп жазғаннан, кейде адамдар былай жазған кезде барлығын оқып, вообще ана жерде тағы да осындай сабақтар түсіріп, түсіндіру керек адамдарға деп шығамын да. Рахмет баршаңызға, сәттілік тілеймін. Айтқан нәрселерді дұрыстап жазып алып, енді істеп жеріңіздер.